Бұл видеода фейкке үйренесіз, яғни қапталын нолевкамен алуды үйренеміз және сызық салуды үйренесіз. Бәрін осы видеода үйренетін боласыздар. Алдымен асықпай, толықтай сулап аламыз. Сабақ пайдалы болсын десеңіздер, үзбей, айналдырмай толық қараңыздар. Шашты қайшымен қиғанда міндетті түрде сулап алу керек. Суды шашқанда обязательно тарап отыру керек. Су арасына сіңу керек. Толықтай сулап болғасын қайшымен жұмыс жасауды бастаймыз. Қайшымен жұмыс жасау сізге қиын болса, кішкене артқа айналдырып, қайта қарап, жаймен үйренсеңіз болады. Бәрі бірден болып кетпейді, ақырындап үйрене бересіз. Бастысы үйреніп алу керексіз. Себебі бұл сала ешқашан өлмейтін мамандық және табысы да жақсы. Мысалы, күніне 15 адам шашын қисаңыз, 1000 теңгеден күніне 15 000 теңге. Сол себепті шаш қиюды үйреніп алыңыз. Оның сізге пайдасы болмаса, ешқашан сізге зиян тимейді. Жақсылап үйреніп, өзіңізге шаштараз немесе барбершоп ашсаңыз да көп табыс таба аласыз. Бір рет үйреніп алсаңыз жеткілікті. Құралдарды дұрыс пайдалануды үйренгіңіз келсе, әрі жылдам үйренгіңіз келсе, менде онлайн курс бар. Өте арзан бағада, соны алып, тез үйренуге сізде мүмкіндік бар. Курсқа сілтеме төменде қалдырам, бағасы көтерілмей, тез үйреніп алыңыз. Онымен шаш қиюды әрі қарай жалғастырамыз. Қараңыздар, бірінші саусақты қоямыз, тарақты саламыз, сосын қайшымен қия береміз. Өзіңізде тарақ болса, қайшы болса, үйіңізде бір кішкентай бала, ініңіз, ер адамның шашын ұстап, жаймен қиып қарап, қолдарыңызды үйрете берсеңіздер болады. Үстін толықтай қиып болғасын, шашты фенмен кептіреміз. Шашты кептірудің өзі бір шаруа. Себебі фенді бір жерге ұстап тұрмау керек. Шаш күйдірмес үшін және шаш қай бағытқа қарап тұр, сол жаққа қарай қаратып кептіру керек. Сол үшін видеоны өткізбей, асықпай шашты қалай кептірем, соны қарап отырыңыз. Шашты толық кептіріп болғасын, қапталдарын насадкасыз нолевкамен аламыз. Қапталдарын машинкамен алу өте оңай нәрсе. Тек қай жерге дейін көтеру керек, соны қарап алсаңыз жеткілікті. Және құлақтың артын қалай алу керек, соны қарап алыңыз. Дәл осы сәтті пайдаланып, төменде подписаться дейтін қызыл кнопканы басып, маған тіркеліп қойыңыз. Көріп отырғандарыңыздай, қапталдарын машинкамен алу өте оңай. Негізі шаш қию ол өте оңай. Тек қана бір рет сізге үйреніп алу керек. Қапталын алуды осылай жалғастыра береміз. Қапталдарын толық алып болғасын, бірлік насадкамен 1 сантиметр, кейде 1,5 сантиметр сондай кішкене көтеріп шығамыз. Бірлік насадкамен алған кезде бірінші тараймыз, сосын көтереміз. Бірінші тараймыз, сосын көтереміз. Видеодан қарап отырсаңыздар, мына осылай түсінікті болады сізге. Осындай ұсақ түйекке мән беріп, видеоны айналдырмай, то есть өткізбей қарап отырыңыз. Бірлікпен толықтай алып болғасын, үстіңгі шашпен бірліктің арасын қосу үшін тарақпен переход жасаймыз. Переход жасау шаш қиюдағы ең қиын нәрсе.
Бірақ менің курсыма қатыссаңыз, мен сізге ең оңай жолын көрсетемін. Осылай тек тарақпен жаймен переход жасаймыз. Бастың формасын шығарғасын 0,5 пен жаңағы бірлік пен нолевканың арасын қосамыз. Міне осылай. Кішкене шашқалып қойса, осылай тарақпен ала салсаңыз болады. Нолевкамен алып сізге переход жасау қиын болуы мүмкін. Сол үшін сіз егер шаш қиятын болсаңыз эксперимент ретінде, онда сіз қапталдарын бірлікпен алғаныңыз дұрыс. Адам жасағанда адам жасайды, бұнда сіз ақырындап үйреніп аласыз. Жалпы переход осылай жасалады. Асықпай қарап алыңыз. Сосын окантовка жасаймыз. Окантовка жасағанда бірінші осылай машинкамен алып алғаныңыз дұрыс болады. Сосын асықпай лезвімен тегістеп қырып шығасыз. Сосын цезарь болса, обязательно алдын овальный қылу керек. Тіп-тіке төртбұрышты қылмай, овальный қылған әдемі болады. Енді шашқа переход жасаған сияқты сақалға кішкене переход жасап қоямыз. Сақалға окантовканы бірінші машинкамен алып алғаныңыз жақсы. Сосын лезвімен окантовка жасаған кезде сулап аламыз. Кеше біреу сұрайды менен, қандай гель жақсам болады деп. Гель не обязательно окантовкаға. Тек сулап қыра берсеңіздер де болады. Бритвадағы лезвияны міндетті түрде ауыстырып отыру керек. Каждый адамға жаңа лезвие салып отыру керек. Сосын жаймен бритвамен қырып бастаймыз. Қалай пайдалану керек екенін сізге алдыңғы видеода айттым. Егер толықтай үйренгіңіз келсе,
менің онлайн курсым арқылы үйренсеңіз болады. Енді сызық саламыз. Сызық салғанда машинкамен бірінші кішкене түртіп із салып аламыз. И оның үстінен бритвамен қырамыз. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайк басып кетіңіздер. Және келесіде қандай видеолар шығарайын, сол туралы комментарияға жазып кетіңіз. Сізге аптасына бір видеодан шығарып отыруға тырысамын. Сонымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Енді нәтижесін көріңіз.